ай тобы, екінші топ бұл тобы, үшінші топ күн тобы, төртінші топ бізде бұл тобы. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақты еске түсіреміз. Балалар, өткен сабақты еске түсіру үшін сұрақтар әлеміне саяхат жасаймыз. Яғни балалар, қазақ тілінде неше әріп бар? Айзере? Тамаша, отыра ғой. Дыбыстар нешеге бөлінеді, Дархан? Екі. Қандай? Дауысты және дауыссыз. Тамаша, отыра ғой. Балалар, өткен сабақта біз қай әріппен таныстық? Айзере? Ға әріппен таныстық. Ға әріпі туралы не білдік, Раяна? Ға әріпі туралы не білдік? Тетелін білдік, және жазуын білдік, және басына кетеді, және ортасына кетеді. Балалар, ға әріпі туралы қандай сөздермен таныстық? Аружан? Таға, тамаша. Үнжу, ға әріпі туралы қандай сөздерді білдік? Аға, тамаша. Әсем? Ға әріпі туралы қандай сөзді білдік? Ғарыш, жақсы. Айзере? Ғарышкер. Ғарышкер, тамаша. Дархан? Ғалым. Ғалам, тамаша. Ал құралай? Сырға. Сырға, тамаша. Айару? Таға. Таға. Нұрғанат, қандай сөз білеміз ғыдан? Нұрғанат? Ал, ерке? Аға. Аға, тамаша балдар. Енді балдар, ал Аслан? Қарға. Қарға. Аслан, қарға деген сөзде неше әріп бар? Қарға, неше әріп бар? Айсұлтан, көмектесеміз, қарға деген сөзде неше әріп бар? Бес әріп бар. Неше буын бар? Қарға. Қанша? Екі буын бар. Отыра ғой. Балалар, бүгінгі жаңа сабақты бастамас бұрын сендермен мен жұмбақ жасырғым келіп тұр, балалар. Тақтаға қарайшы, балалар. Жасыл болып жыбырлап өледі, сары болып жерге түседі. Ал Айзере? Жапырақ, тамаша. Күндіз бәрі қашады, түнде аспанды басады. Аслан? Ай. Жоқ, қателестік. Дархан? Жоқ, түнде. Айзере? Жұлдыз, тамаша. Піскенде себетке құлайды. Ерке? Жоқ, қателестік. Жеміс, дұрыс айтады. Балалар біздің жұмбақтың шешуін балалар жақсы тапты. Яғни бірінші жұмбақтың шешуі не болды, балалар? Жапырақ. Екінші жұмбақтың шешуі жұлдыз. Үшінші жұмбақтың шешуі жеміс. Яғни осы сөздердің басты бірінші әріпі қай әріптен басталып тұр? Ж әріптен басталып тұр. Тамаша. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыз Ж дыбысы және әріпімен танысады екенбіз, балалар. Қолымызды қойып, қолымызды қойып, әдемі оқушылар ұстап отырып, бүгінгі Ж әріпімен танысамыз. Балалар, барлығымыз бірге Ж әріпін айтайықшы. Ж әріпін байқау кезінде не байқадыңдар? Ж әріпін айтқан кезде не байқадыңдар? Яғни ол Ж әріпін айтқан кезде біздің аузымыздан кедергі арқылы шықты. Ал балалар, Ж дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба? Тамаша балалар, жарайсыңдар. Енді балалар, кітабымызды ашамыз. Ж дыбысы туралы бүгінгі тақырыптағы 65-ші бетті ашамыз. Аштық па балалар? Жарайсыңдар. Балалар, кітапқа қараймыз. Кітаптағы суретке назар аударамыз. Қараңдаршы балалар, бұл қай мезгіл? Дұрыс айтасыңдар. Бұл қай жерде болып жатыр? Яғни, бұл коньки ма? Шаңғы. Қазақшылап айтамыз, балалар. Шаңғы жарысы екен, я балалар? Шаңғы жарысына кімдер қатысып жатыр? Балалар қатысып жатыр, я балалар, я? Шаңғы жарысынан балалар жеңіске жетті ма? Қараймыз, жетті ма? Балалар шаңғы жарысынан жеңіске жетті, балалар. Яғни шаңғы деген сөзде неше әріп бар? Кім айтады? Айзере? Жоқ, қателестік. Бес әріп бар, дұрыс айтасың. Неше буын бар? Аружан, неше буын бар? Шаңғы. Жоқ, қателестік. Неше дыбыс бар? Бес дыбыс бар, дұрыс айтады. Ал шаңғы деген сөзде неше буын бар? Андай? Неше буын бар? Шаңғы деген. Екі буын бар. Тамаша, отыра ғой. Шаңғы деген сөзде неше дауысты дыбыс бар? Неше дауыссыз
дауыссыз дыбыс бар. Шаңғы. Дауысты. Тамаша. Отыра қой. Балалар оқулықтағы қарамен жазылған сөздерді оқып шығамыз. Ал қалай бастаймыз? Жел, жақсы. Аружан. Жел. Аяғу. Жал. Жал. Асыл. Жол. Раяна. Жеміс. Жеміс. Анель. Жеміс. Аха, тамаша. Келесі балы. Балы. Келесі Назым. Дауысын қатты шығарамыз. Дархан. Жалау. Жалау. Айзере. Жаму. Аха. Жамау. Дауысымызды шығарып айтамыз. Жарайсыздар. Балалар, ары қарай жалғастырамыз. Арслан, оқи қойшы бүгінгі берілген мәтінді. Жарыс оқушылар арасында шаңғы жарысы басталды. Біздің сыныбымыздан Ораз бен Ажар қатысты. Жарыста Ораз озармай екен, Ажар озармай екен. Тамаша. Так, Дархан, сен де қайталап оқи қойшы мәтінді. Жарыс оқушылар арасында шаңғы жарысы басталды. Біздің сыныбымызда Ораз бен Ажар қатысты. Жарыста Ораз озармай екен, Ажар озармай екен. Тамаша, өте жарайсың. Балалар, енді біз қазір сіздерге парақшалар тарқатып берем. Бүгінгі Ж әріпін осы парақшаға жазамыз. Жарайсың Аяру. Так, Әсет те өте тамаша жазыпты. Жарайсың Әсет. Аружанға да жарайсың. Так. Арслан да өте әдемі жазған. Жарайсың. Жарайсың. Анель де өте тамаша жазыпты. Балалар, қараңдаршы, қандай тамаша жазған Анель. Өте жарайсың Анель. Айым да өте жақсы жазыпты, бірақ кішкене жәрттер қисық болып қойыпты. Жақсы. Айсұлтан да өте тамаша жазыпты. Жарайсың Айсұлтан. Раяна да әдемі жазған. Жарайсың. Келесі. Ерке де тамаша жазған. Талапқа сай, көркем, әдемі етіп жазыпты. Жарайсың Ерке. Әсемнің жазғанын қараңдаршы балдар. Қандай әдемі жазған. Жарайсың Әсем. Нұрғанат кішкене кішкентай жәрттен қысып қойыпты балалар. Жақсы. Так. Еркежан өте әдемі жазыпты балдар. Қараңдаршы. Жарайсың Еркежан. Айзере де өте әдемі жазыпты балдар. Қараңдаршы. Айзере де талапқа сай, көркем етіп жазыпты. Дархан да өте әдемі жазған балдар. Қараңдар. Әдемі көркем етіп жазыпты. Жарайсың Дархан. Назым да бүгін бізде әдемі жазыпты. Өткендегі сабақтан қарағанда бүгін әдемі жазыпты. Жарайсың Назым. Балым да өте әдемі жазыпты, бірақ кішкене әріптері қисық болып қойыпты. Жақсы балым, келесі сабақта бұдан да әдемі жазуға тырысамыз. Алина да балдар, қараңдаршы, қандай өте әдемі жазыпты. Жарайсың Алина. Ал балалар, шаршадық па? Жасағылай бе балдар? Ал балалар, орнымыздан тұрамыз.
ешқашан мұңайма. Уақыттың бәрібір мұңаятын жағымсызы болмайды. Бақыттың беріліп бағаласан гүлім мәңгі солмайды. Табиғат кінәсіз өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Бәрі де өтер, көңілді көтер, қыс көктемде жазда күзде қосыл бізге. Ал балалар, ендігі келесі тапсырма бізден топтық жұмыс. Топтық жұмыста бір-бірімізді тыңдап жұмыс жасаймыз, иә балалар? Бірінші топқа сүйрек беріледі, осы сүйрек бойынша әңгіме құраймыз. Екінші топқа сүйректегі берілген заттарды атын жазамыз, балалар. Ал үшінші топтағылар сендер мына себетке жемістерді жинайсыңдар. Төртінші топта сендер адасқан әріптерді жазасыңдар. Бастаймыз, балалар. Ал балалар, біттік па? Жарайсыңдар балалар. Ал бірінші топтан бастаймыз. Кім шығады? Шығамыз. Кім шығады? Келе ғой. Қолдардың тарақтарын ала қойыңдар. Ал ортаға шығып. Сүйретте, сендерге сүйрет берілді. Сүйрет бойынша әңгіме құрау. Сүйретке қандай атау бердіңдер? Көз деген атау бердіңдер ма? Ары қарай. Көз келді, дала, суық, жаңбыр жауды. Айдар мен аяқ жеміс жинады. Тамаша, яғни бұл күз мезгілі екен, балалар, далада жаңбыр жауып тұр екен. Айдар мен аяқ жеміс жинап үйлеріне қайтып жатыр екен. Тамаша. Жеміс деген сөзде неше әріп бар, Айару? 5. 5 әріп бар. Неше дыбыс бар? 5 дыбыс бар. Неше буын бар? 2 буын бар. Неше дауысты дыбыс бар? Неше дауыссыз дыбыс бар? 3 дауыссыз, 2 дауысты. Тамаша, жарайсыңдар. Балалар, бірінші топтың бағана орындаған тапсырмасы сендерге ұнады ма? Жарайсыңдар, иә? Тамаша, отыра қойыңдар. Ал балалар, екінші топтан кім шығады? Келе қойыңдар. Келе қой. Келе, Раяна, Арслан, келе қойыңдар. Ал балалар, екінші топтың тапсырмасын қалай орындағанын көрейік, балалар. Бұларға түрлі сүйреттер берілді. Қандай сүйреттер берілді сендерге? Бірінші шие, жапырақ, бөрік, анар, алма, жаңғақ. Өте тамаша балдар. Яғни сендерге жүзім, шие, өрік, анар, алма, жаңғақ. Өте тамаша, қатесіз балалар жазып шығыпты. Ал Раяна, жаңғақ деген сөзде неше әріп бар? Неше дыбыс бар? Неше буын бар? Неше дауысты дыбыс, неше дауыссыз дыбыс? Жаңғақ. 2 дауысты, 4 дауысты. Өте тамаша. Балалар, екінші топтың тапсырмасы сендерге ұнады ма? Тамаша. Өте. Жарайсыңдар балалар, отыра қойыңдар. Келесі үшінші топ кім шығады? Келе қойыңдар. Келе қой. Үшінші топтың жасаған жұмысына балалар қараймыз. Ал үшінші топ, яғни себетке жемістерді жинады. Жемістегі жазылған сөздерді оқып шығу керек. Бірінші ерке, сен алмадағы сөздерді оқисың.
Исламхан, сен банандағы сөздерді оқисың. Ал ерке бастаймыз. Жеміс, жыл, жаңа, жылу, алма, тана, жүзім, жаса. Тамаша. Исламхан. Тоқай, жылқы, жарық, жақала. Шағала. Кішкене қателестік, иә? Шағала деген сөз екен. Жарайсыңдар. Ал балалар, үшінші топтың жұмысы сендерге ұнады ма? Жарайсыңдар балалар, отыра қойыңдар. Ал төртінші топ. Келе ғой. Кел балалар. Ал балалар, бүгінгі біздің бұл тобының орындаған тапсырманы бірге тамашалайық. Яғни бұларда адасқан әріптерден сөз құрау екен. Бірінші адасқан әріптен қандай сөз құрадыңдар, Айшере? Алма. Екінші жасыл. Жасыл дегенде кішкене сендер әріптерді қате жазыпсыңдар, иә балалар, иә? Айсері өз жазғаннан қате болды. Адархан қай жерде қателесті, Айшере? Қарашы. Айсері Жасыл қалай жазылады? Яғни Л әріпі қай жерге жазылады? Соңына жазылады, иә? не жазайын деп отыр? Бірақ Айсері өзін Жарайды. Ал келесі сөзде алы қандай сөз шықты? Жүзім. Бұдан кейін қандай сөз шықты? Жастық деген сөз шықты. Жақсы, жарайсыңдар. Кішкене қателесіңдер. Ал жастық деген сөзде неше әріп бар, Айсере? Жастық. Неше әріп бар? Қателесті, Айсере. Дархан неше әріп бар? 6 әріп. Неше дыбыс? Неше буын? Неше дауысты дыбыс? Неше дауыссыз дыбыс? 2 дауысты, 4 дауысты. Тамаша. Өте жарайсың. Жарайсың, Дархан. Өте тамаша айтты. Балалар, төртінші топтың жасаған жұмысына бағалап жіберейікші, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Отыра қойыңдар. Ал балалар, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сабағымызды аяқтамас бұрын бүгінгі өткен сабағымызды пысықтаймыз. Қазір мен сендерге қар әдісі арқылы бүгінгі сабағымызды пысықтайтын боламыз. Аяну, бүгін қандай дыбыспен әріпті өттік? Ж әріппен таныстық. Ж әріпі туралы не білдік? Жазуын білдік, дауыссыз екенін білдік, бумен оқуын білдік. Жарайсың. Келесі топ, екінші топтан сұрайын балалар. Ал Арслан тұра ғой. Арслан, Ж әріпі туралы қандай сөзді білеміз? Жылқы. Жылқы. Жылқы дегенде неше әріп бар? 5. Неше дыбыс бар? 5. Неше буын бар? 2. Неше дауысты, неше дауыссыз? 3 дауыссыз, 2 дауысты. Тамаша, өте жарайсың. Ерке, Ж дыбысы туралы қандай сөз білеміз? Сенің дауыссыз екенін. Қандай сөз білеміз? Жалау. Жалау. Жалау деген сөзде неше әріп бар? 5. Неше дыбыс бар? 5. Неше буын бар? 2. Неше дауысты, неше дауыссыз? 2 дауысты, 3 дауыссыз. Тамаша. Ал Дархан, Ж дыбысынан қандай сөз білеміз? Білеміз, Дархан, Ж дыбысынан жеміс. Жеміс деген сөзде неше әріп бар? 5. 5. Неше дыбыс бар? 5. 5. Неше буын бар? 2. 2. Неше дауысты дыбыс, неше дауыссыз дыбыс бар? 2 дауысты, 3 дауысты. Өте жарайсың, тамаша, лақтыра қой. Тамаша. Балалар, бүгінгі сабақ ұнады ма? Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақ кімге түсінікті болды? Солар қызыл алманы, жасыл алманы, жасыл себетке, егер толық түсінбедім дегендер, сары алманы, сары себетке, мүлдем түсінбедім дегендер, қызыл алманы, қызыл себетке жапсырамыз.
Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Бүгін керемет сабақ болды. Жарайсыңдар. Сау болыңдар балалар.